Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу ерлер арасында 205 фунт салмаққа дейінгі, яғни 93 кг салмаққа дейінгі өтетін қызықты кездесу. Бұрынғы қос чемпион нөмірі 2-ші орында тұрған чехиялық Ири Прохаска мен нөмірі 3-ші орында тұрған американдық Джамал Хилл арасында өтетін керемет кездесу. Біз білетіндей бұл жауынгерлер бұрын кездесуі керек болатын, бірақ та қос жауынгердің кезекпен кезек жарақат алуларына байланысты бұл кездесу болмай қалған болатын. Сарапшылардың пікірі бойынша сәл ғана басымдықпен Ири Прохаска бұл кездесуде фаворит болып отыр. Ири Прохасканың біз білетіндей бокс стилінің өте жоғары екендігін, сонымен қатар өзіне тән өте ерекше стильмен қарсыластарының барлығын уақытынан бұрын жеңіп жүргенін білеміз. Және де бұл жауынгердің жалпы джиу-джитсу стилінің де өте жоғары екендігін атап өтейік. Ал американдық Джамал Хиллдің бокс стилінің өте керемет екендігін білеміз. Жалпы Джамал Хиллдің рекордына қарайтын болсақ, бұл жауынгердің нокауттарының саны өте көп екенін байқауға болады. Және де Джамал Хиллдің бұл кездесуде техникалық нокаутпен, болмаса нокаутпен жеңуі әбден мүмкін. Бірақ та менің ойымша бұл кездесуде Ири Прохаска Джамал Хиллді техникалық нокаутпен, болмаса төрешілердің шешімімен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. He's trying to get up, but that'll do it. How about the rally tonight? The Czech Republic's Iuri Prochazka. Біз білетіндей қос жауынгерді өзінің соңғы кездесулерінде осы салмақтағы дәл қазіргі чемпион UFC-дің супер жұлдызы Алекс Перейраға жеңілгенін білеміз. Біз білетіндей Ири Прохаска Алекс Перейраға UFC 303 турнирінде рематчта жеңілген болатын. Ал Джамал Хилл өзінің соңғы кездесуін UFC 300 турнирінде тағы сол Алекс Перейраға нокаутпен жеңілгенін білеміз, достар. Да ну курбаны!